Мәселен, ИП ашу керек па, ТО ашу керек па, ондай сұрақтар қояды. Бизнес бастау деген жоба бар. Мен биылғы жылы қайтайын 583 мың теңге болды. 5 миллион теңгелік гранттардың тек бір негізі бұл инновация болу керек. Достар, баршаңызға сәлем. Бүгінгі YouTube каналда біздің сұхбатымызда Нұрекен, яғни Атамекеннің директоры, өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Қайырлы күн, рахмет бүгін қонаққа келгенімізге. Шымкент қаласының кәсіпкерлер палатасы директоры Кабиштаев Нұрлан Орынбасарұлы. Жалпы достар, бүгінгі сұхбат бұл емін-еркін форматта болады. Яғни көпшілік бағана оқырмандар сұрағаннан кейін Атамекен жалпы қандай жоба, қандай компаниямен немен айналысады деген кейін осындай сұрақтар туындаған кейін осы сұхбатты түсірейік деп біз шештік. Бірінші сізге сұрақ, жалпы Атамекен басты міндеттері немен айналысады, қанша адам жұмыс істейді, соны айтып өтсеңіз. Рахмет. Мен біріншіден Атамекен қандай құқықтық нормативті актімен жарияланған таныстырып өтейін. 13 жыл ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы заң шыққан. Бұл Қазақстан Республикамызда бизнеске арналған тек бір осындай ұйым. Бұның Атамекеннің басты мақсаты бизнеспен, жеке сектор мен мемлекеттің арасындағы көпір құру. Онымен қоса кәсіпкерлік ынтасы бар жаңа жобаларды ынталандырып оларды сүйемелдеу. Ең біріншіден бұл кәсіпкерлердің құқығын қорғау, әкімшілік кедергілермен күресу және жалпы әлеуметтік, экономикалық және құқықтық қызметтердің бәрін көрсетіп, оны жаңа кәсіпкерлік бастамаларды негіздеу. Жалпы мынау Атамекен компаниясы ол үкіметтік компания ма, немесе былай айтқанда жекеменшік компания ма? Иә, дұрыс айтасыз. Біздің мекемеміз жалпы кәсіпкерлік палатасы деп аталады. Бұл бағана айтып өткендей тек бір ұйым, осындай палата деген екінші ұйым жоқ Қазақстанда. Бұл дамыған елдерде, кез келген осындай дамыған елдерде бизнестің ассоциацияның тарапынан бизнестің сөзін сөйлеп, бизнес бүкіл жағдай туындаған сұрақтардың бәрін мемлекетке жеткізетін осындай ұйым, үлкен бизнес ассоциация деп айтсақ болады. Бұл жекеменшік деп айтамын, бұл бизнестің бүкіл Қазақстандағы бизнес егерлері, заңды тұлғалар негізін қалаған. Бірінші құрылған уақытында пилоттық бірінші 3 жылдығында мемлекетпен бірлесіп негізін қалаушы болған. Одан кейінгі үкімет бұл палатадан құрылтайшыларына шығып кетті. Қазір толығымен жекеменшік өзін басқаратын осындай ұйым. Бірақ бұл жерде шешім қабылдайтын тек бір тұлға емес. Бұның ең бастапқысында президиум бар. Президиум ол Қазақстанның ең үлкен әртүрлі салаларынан құралған үлкен кәсіпкерлердің құралтайшыларынан құрылған. Жергілікті деңгейде болса өңірлік кеңес деген бар. Бұл жеке компаниямен салыстыратын болсақ, совет директоров сияқты дирекция бар, мәселен, правление бар. Онымен қоса да совет директоров наблюдательный органы бар, қадағалаушы орган. Сонымен қоса бұл жерде бизнес толығымен бұның саясатын да, бұның ішіндегі негізгі функционалын да анықтайтын, басты мақсаттарды қоятын, стратегияны құратын кәсіпкерлер. Жалпы кәсіпкерлерге қандай нақты қолдау бар осы кәсіпкер бағана Атамекен компаниясының палатасынан да. Иә, бірінші бағана айтып өткендей, бірінші функциямыздың ең негізгі функциямыз кәсіпкерлердің құқығын қорғау. Құқығын қорғау дегенде әртүрлі азаматтар әртүрлі түсінеді. Мәселен, біз білесіз ғой, әртүрлі даму кезеңін өттік. 90 жылдарда бір даму кезең болды, 2000 жылдар, қазір 2020 жыл жаңа 10 жылдыққа кіріп жатырмыз. Әртүрлі кәсіпкерліктің кезеңі бар және әлемдік экономикалық уақыт, деңгей, климаты әрқашан өзгеріске ұшырап тұрады. Қазіргі таңда кәсіпкерлер 30 жыл тәуелсіздік елде тұрып жатқандықтан әртүрлі мемлекеттік қолдаулар бар. Әртүрлі онымен қоса кедергілер де бар. Ол кедергілермен біз басты функционалымыз мемлекеттік органдардың тарапынан бюрократиялық немесе басқа да әкімшілік кедергілер бар болса, бұл жерде біз заңгерлер сияқты, адвокаттар секілінде біз әр жеке тұлға, заңды тұлғаның мәселесін жеке қарап, оны қорғау жұмыстарын жасаймыз. Бұл мақсатта бүкіл өңірлерде, республикалық деңгей, жергілікті деңгейлерде кәсіпкерлердің құқығын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру деген осындай кеңестер құрылған. Бұл кеңестерде біздің площадкада өтеді, бірақ тұрақты мүшелер ретінде құқық қорғаушы органдарының бірінші орынбасарларының бәрі бізде тұрақты мүшесі.
Және айына бір рет болады. Бұл бір айдың ішінде біздегі жинақталған сұрақтар. Мәселен, көптелген сұрақтар туындайды. Рұқсаттама алатын мемлекеттік мекемеде рұқсат ала алмайды. Себепсіз, негізсіз. Біз барып сұраймыз, неліктен аламадың? Не үшін барамадың? Кәсіпкерден сұрайсыз ғой? Иә, кәсіпкер бізге сол мәселелермен шағымданып келеді. Біз барып оны заңға сәйкес, біз ешқандай карательный функциямыз жоқ. Бірақ егер ол жерде кәсіпкерлердің құқығын нағыз заң бұзушылық болатын болса, біздің мынау әріптестеріміз бар, кеңесте отырған құқық қорғаушы органдар, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру іс-қимыл агенттігі бар, мемлекеттік қызмет туралы агенттігі бар, СЭР бар, онымен қоса да басқа полиция, прокуратурамен бірлесе отырады. Заң бұзушылық бар болса, бұны біз представление беріп, ол заң бұзған мемлекеттік қызметкер болсын, немесе мекеме болсын, оны немесе әкімшілік, немесе басқа да жазаға біз ұсыныс береміз. Жалпы бұндай бізде қазіргі осы 5 жылмен салыстыратын болсақ, 7 жыл жалпы Атамекен жұмыс істеп келеді. Мен 13 жылдан бастап осы Атамекенде жұмыс бастағам, оңтүстік қазақстан облысы кезінде. Онымен салыстыратын болсақ, қазір бізде бірден бір кем аз болды. Ондай нарушение, ондай не жоқ, заң бұзушылық. Бірақ бұның да бір қазір мораторий тұр ғой, шағын және кіші бизнеске соның да әсері бар деп сенеміз. Екінші мораторий жарияланды 3 жылды бойынша. Онымен қоса да салықтан босату кіші бизнесқа, осы дағдарысқа қарсы іс-қимылдардың арқасында іске асып жатыр. Бірінші функционалымыз кәсіпкерлердің құқығын қорғау. Мен бір көрсеткішті айтатын болсам, былтырғы жылы 3,5 миллиард теңгеге біз кәсіпкерлердің құқығын қорғамыз. Енді бұл қандай сумма деп сұрайсыз? Бұл суммалар негізсіз салынған штрафтар, немесе себепсіз артылған пенялар 2020-да былтырғы жылды 12 айын қорытындысымен, немесе мәселен заңсыз салынған салықтар. Мәселен, көп салықпен байланысты импорттық, экспорт, сыртқы істер операцияларымен айналысатын кәсіпкерлер таможнядан өткізіп бір затты алып келген кезде негізсіз артылған бір штраф пенялар, заңсыз штраф пенялар, қайтарылмаған салықтар, немесе соттасып мемлекеттік мекемелермен кәсіпкерлердің арасында соттың шешімінің арқасында жеңген соммалар. Онымен қоса да былтырғы жылы білесіз, пандемия кезінде мемлекет спецрежим дегенді іске асырды, мемлекеттік сатып алулар бойынша. Ондай да оқиғалар бар. Кәсіпкер өзі міндетін атқарып, мемлекеттік органның сатып алуларына қатысып, жұмысын бәрін аяқтап береді, бірақ сомасын аламай отырады. Жарты жыл, бір жыл бойы негізсіз бір кедергілермен. Соның бәрін былтырғы жылы барып санайтын болсақ, 3,5 миллиард теңгеге кәсіпкерлердің құқығы қорғалған. Рахмет Нұреке. Енді мынау кәсіпкер бастаушыларға, яғни көптеген біздің оқырмандар сұрап жатады, гранттар мәселесі бойынша қандай гранттар бар, қанша гранттар бар, және грантты алу үшін не істеу керек деп көпшілік біледі. Мынау 555 мың теңгені айтып жатыр. 505 мың теңге ма? Соны яғни толықтырақ айтсаңыз, қалай грант алу керек, және гранттың қанша түрі бар? Рахмет. Жалпы сәл грантқа кірмей тұрып мен бастапқысын айтып кеткім келеді. Кәсіпкерлерге көмектесудің әртүрлі шаралары бар. Бұл гранттар деген, бұл бастауыш кәсіпкерлерге арналған еңбек программасына, бағдарламасына сәйкес оның бір подпункті, бағдарының біреуі, 4 бағдарламасы бар. Бұл бастапқы бағдарламасы біріншіден кәсіпкерлік негіздерін оқыту, бизнес бастау деген бағдарлама бар. Ол грантты алмай тұрып, ол азамат ешқашан кәсіпкерлікпен айналыспаған болса, мысалы тұран өзіңізді кәсіпкерсіз, білесіз. Ол кәсіпкерлік әрқашан бір қателіктерге ұшырайды. Сондықтан бірақ дегенмен де ол қателіктерге ұшырайды деп оны дамытпай қоймай, ол біріншіден ол кәсіпкерлік негіздерін үйрену керек, компетенциясын жетілдіру керек. Кем деген кезде бір 30 күндік, бір айлық осындай оқудың арқасында заңды тұлғаны қалай ашу керек, бизнес-план қалай санау керек. Ол қазір айналысатын кәсібі рентабельді ма, рентабельді емес пе, ол ертең табыс таба алады ма, өзінің алған кредитін немесе жұмысшылардың жалақысын бере алады ма, жалға алған арендасын төлей алады ма, осының бәрін негіздерін біз санап шығамыз. Қандай салықтық режиммен жұмыс істеу керек, оны да көптеген бастауыш кәсіпкерлер білмейді. Мәселен, ИП ашу керек па, ТО ашу керек па, ондай сұрақтар қояды. Сол мақсатта жалпы кәсіпкерлік негіздерін ынталандыру үшін кіші және микробизнеске арналған бизнес бастау деген жоба бар. 2019 жылдан бері бұл жұмыс істеп келе жатыр. Енді сіз жақсы сұрақ сұрадыңыз. Неліктен 505 мың дейді, біреу 555 мың дейді. Енді мен биылғы жылды қайтайын, 583 мың теңге болды. Оның бәрі бір сомаға байланысты емес, соның бәрі МРП-ге байланысты, минималдық көрсеткішке. Қазіргі таңда ол 200 МРП болып саналады, жылдан жылға
МРП өскендіктен биылғы жылғы 583 мың теңге болды ол грант. Әрине өзіңіз сұрап көрсеңіз болады, енді 583 мың теңге қандай бизнес бастауға болады дейсіз. Бұл шағын және микробизнес болғандықтан, көптеген кәсіпкерлік бастамалар болғандықтан, оған үлкен өндіріске немесе үлкен бір кәсіпке кірудің қажеті жоқ. Бұл бастыдан орысша айтқанда орудие трудосын тауып беру. Мәселен, қазір білесіз, біздің оңтүстікте көптеген көпбалалы аналар бар, АСП әлеуметтік көмек алатын аналар бар, жалғыз басты аналар немесе аз қамтылған отбасылар бар. Осылардың бәрі ол үйінен шықпай-ақ, өзінің үйінде немесе жекеменшік мекенінде кішігірім бір өндіріс, немесе тігін, немесе бір қазір онлайн жақсы дамыған өзінен андай чудо печкасын алып, үйінде бір тағамдар жасап, оны интернетпен, инстаграммен сату мүмкіндіктері бар. Сол үшін кішігірім осы суммалар бөлінген. Жыл сайын еңбек бағдарламасы бойынша былтырғы жыл 1200 грант бөлінді, биылға енді 600 грант, бірақ оның сұранысы арта берген сайын жылдың ортасынан тағы да қосуға мүмкіндігі бар. Былтырғы жылы бизнес бастау бағдарламасы бойынша 4000-ға астам азамат жүгінген. Оның соңына дейін оқуын тамамдаған 2820 азамат. Оның ішінен конкурстың барысында 920 азамат грантқа ие болған. Тек қана осы бітірушілердің грант алу опциясы ғана емес, жеңілдетілген несие алуда опциясы бар. Бірақ біз статистикамен қарайтын болсақ, тек қана 8 жағдай талапкер былтыр бітірген. Солар ғана кредит алған екен, қалған бәрі грантқа жүгінген. Әрине, грант деген ол бір рет тегін қайтарымсыз берілетін сома, соның арқасында кейбіреулер дөңгелетіп кетеді, кейіннен уже үлкенірек кредиттерге кіруге мүмкіндігі бар. Бірақ жалпы біздің бір жылдық мониторингіміз бар. Жалпы бүйтіп қарайтын болсақ, көптеген кішігірім болса да өзінің кәсібін дөңгелетіп, ары қарай үлкен жобаларға да кіретін ондай нелерді көріп жатырмыз, тәжірибелерді. Бағана айтып жатсыз, грант мәселесі. Сонда бір-ақ түрлі грант бар ғой? Иә, екінші грант бар. Мен қазір еңбек бағдарламасы ғана гранттарды 200 МРП грант айттым. Екінші гранттың түрі ол 5 миллион теңгелік бизнестің жол картасы 2025 аясындағы 4-ші бағыты. Бұны әкімшілік тарапынан берілетін инновациялық гранттар. Сомасы әрине үлкенірек. Былтырғы жылы бөлінген суммасы 160 миллион теңгеден астам. Әрине енді грант деген тегін ақша болғандықтан біздің жалпы өзіміздің былай халықтың арасында сөз бар ғой, тегін нәрсені бәрі алғысы келеді. Оны ізденушілер көп, бірақ сомасы өте төмен. Сондықтан арасында конкурс болады. Конкурс ол комиссия арқасында өтеді. Біздің атамекенінде әріптестеріміз комиссияның мүшелігінде бар, кәсіпкерлер, қоғам қайраткерлер, мемлекеттік қызметкерлер, бір 7-8 адам болып, комиссияны осыны жылына 2 рет өтеді. 5 миллион теңгелік гранттардың тек бір негізі бұл инновация болу керек. Бірақ жаңа бастауыш кәсіпкерлерге беріледі ғой? Әрине, стартапқа да, жұмыс істеп жатқан кәсіпкерлерге де беріледі. Екі гранттың арасындағы айырмашылық сомасында, бірінші грантта 200 МРП грантта 4 категория бар. Бұл НИТ категориясындағы жастар, 29 жастағы дейінгі жастар, аз қамтылған отбасылар, әлеуметтік көмек алатын азаматтар. Жоқ, бұл 200 МРП гранттар. 5 миллион теңгелік грантқа кез келген азамат қатыса алады, бірақ тек бір негізі, мақсаты ол жерде инновация болу керек. Бұның ішінде де мүмкіндігі шектеулі азаматтар инновациясыз да грантқа қатысуға мүмкіндік бар. Сондай артықшылық істеп қойған, исключение істеп қойған. Жалпы Нұреке, мынау грант деп жатсыз. Осы гранттан мысалы 200 МРП алды, жалпы қайтадан бюджет бөлінді деп жатсыз. Соның мысалы грант алып кәсіп бастаудан қанша пайыз конверсиясы шықты? Яғни мысалы 100 адам грант алса, қаншауы ары қарай басып кеткендер бар? Бізде келесі есеп бар. Біз жыл сайынға бізден қызмет алып немесе грант бизнес бастау оқуының түлегі болып, ары қарай грант алып жұмыс жасаған азаматтардың біз салықтық төлемдерін қадағалаймыз. Жалпы біз бүйтіп алып қарайтын болсақ, енді 500 миллион теңгеге салықтық төлемдер төленіп жатыр жыл сайын. Ол жақсы көрсеткіш деп санаймыз. Бұл жерде енді шамамен 2 жыл бойы іске асып келе жатыр. Биыл 3-ші жыл болады. Шамамен кем дегенде 70% бізге жұмыс істеп тұрмыз деген мониторинг бойынша бізге осындай дәлел келеді. Енді былтырғы жыл исключение деп санай аламыз. Өйткені 3-4 ай бойы карантин, пандемияға байланысты біз көп деректерді жинай алмадық. Бірақ бұл кәсіпкерлер 505 мың теңгеден кейін келесі этапы көбінесе кәсіпкерлігін дөңгелетуге кредит мәселесі бойынша жүгінеді. Тағы да мынандай нәрсені айту керек қой. Көбісі бизнес бастауды бастағандар тек қана бір сала емес, бірнеше саламен де айналысуы мүмкін. Сондықтан олардың түсіп жатқан салықтық төлемдері қаншалықты бастаған кәсібіне байланысты емес екенін оны да анықтау
біршама қиын, бірақ дегенмен де мен айтқандай жалпы ортақ 69-72% арасында осындай өзін болжам, анализ бойынша өзінің жұмысын сәтті дөңгелетіп жатыр деген мәлімет бар бізде. Керемет. Мына жалпы оқу бизнес бастау бағдарламасы ол тегін форматта өте болсын ба? Әрине, бұл мемлекеттік бағдарлама, бұл тегін форматта. Кез келген біздің оқырмандар қатыса алады. Әрине, кез келген оқырман қатыса алады, бірақ 200 МРП-лік осы бизнес бастау бағдарламасында 4 категория бар. Тағы да мен қайталап өткім келеді, өте маңызды. Бұл бағдарламаға қатысу үшін бірінші жұмыспен қамту орталығына тіркелу керек. Осы 4 категорияның статусын алу керек. Ол біріншіден 29 жасқа дейінгі жастар, көп балалы аналар, аз қамтылған отбасылар және мүмкіндігі шектеулі азаматтар. Сондықтан бұның ішіне атаулы әлеуметтік төлем алатын әйел кісілер немесе оның отбасы мүшелері де қатыса алады. Сондықтан осы 4 категория бойынша жұмыспен қамту орталығына барып, өзінің удостоверениесімен барып тіркеліп, ресми 2 күнде бұл справкасы шыққаннан кейін бізге келіп, онлайн форматта тегін офисқа кеңсемізге келмеден тіркеліп оқуын бастауға мүмкіндігі бар. Жалпы мынау Атамекен палатасы кезінде как инкубатор сияқты болатын еді, яғни аренда алуға немесе бір жобаларды немесе бір здание дейді ғой, яғни здание аренда алуға көмектеседі. Қазір көмектесе ме? Енді біз әрине көмектесеміз. Кез келген кәсіпкерлік бастамасы бар, әртүрлі сұрақтармен жүгінеді. Жалпы біздің функционалдық бағытымызда ол арендамен көмектесу деген жоқ, бірақ біз инициативті түрде біз мынандай тұжырымға келгенбіз. Бірінші жыл 19 жылы кәсіпкерлігін дөңгелетіп бастаған бизнес бастаудың түлектері бізге келесі сұрақты айтады. Енді әрине үйінде жұмыс істей алатындар үйінде жұмыс істейді, бірақ үйімізде жұмыс істей алмаймыз, пәтерде тұрамыз, бала шағамыз көп, қай жерге барып істесек болады деген сондай сұраққа келгенбіз. Сол кезде біз өзіміз инициативтік түрде, мынау біздің өңірлік кеңес деген бар, ірі үлкен кәсіпкерлердің кеңесі, сол жердегі инициативті түрде өзі жағдай, енді қайырымдылық деп айтпай қойын, бірақ осы жас кәсіпкерге көмектесеміз деген жұмыс істемей тұрған бір здание тапқан болатынбыз, бір ғимарат. Сол ғимараттың кәсіпкерлікке өтініш жасап, ол жақта благоустроить етіп, жылуын, светін, суын кіргізіп, сол жерде тегін аренда төлемейді, тегін Атамекен бизнес инкубатор деген осындай бастаманы ашқан болатынбыз. Бұл әрине енді кейбір өңірлерде инициатив түрде жасалады, кейбіреулерде жасалмайды. Жалпы біздің функционалымыз жоқ, бірақ қазіргі таңда 20-ға жуық, сол уақыттан бері кірген 20-ға жуық жалға тұтушылар, бизнес бастаудың түлектері, гранттың иегерлері сол жерде өзінің жұмысын дөңгелетіп жатыр. Ол жерде енді кішігірім өндіріс. Былай алып қарайтын болсақ, тағам өнеркәсібіне байланысты, жеңіл өнеркәсіпке де байланысты, тіпті бұл жерде айтып қарайтын сварка жұмыстарын жасайтын, плитка қоятын ондай азаматтар да бар. Жиһаз өнеркәсібімен айналысатын бар, анау қолмен ротанговый мебель дейді, соны жасайтын өндірушілер бар. Сол үшін біз оларға тегін аренда жер тауып бергеннен кейін келесі сұрақ туындайды. Енді бұл кісілерге сатумен көмектесу керекпіз. Сондықтан ол жерде әрине бұл өзіміздің ортамыздағы кәсіпкерлердің арасында жаңа құрылыстарда бір талап бар болса, біз сол жаққа алып барамыз. Айтамыз, мынау кішігірім біздің индустриальный зона, ол жерде жас кәсіпкерлер өзінің жұмысын қолмен жасап. Сондықтан бұл бағытта біз әрине көмектесеміз. Егер кәсіпкер қиналып жатса, әрине мен бәріне сөз бере алмаймын, 100% тегін арендаға алып береміз деп, бірақ ол ғимарат босағанша біз жаңа ізденушілерді ол жерге алып беруге әрине қол күшімізді бәріміз саламыз. Керемет. Жалпы мынау жастарға бағана бизнес бастаудан басқа бағдарламалар бар ма? Яғни кәсіп бастаушыға несиеге байланысты немесе басқа осы кәсіптің саласында бойынша. Әрине, қазіргі жалпы мен кішкене жүйелі түрде түсіндіргім келіп жатыр. Жалпы мемлекеттік бағдарламалардың егер қаржыландыру бағдарламаларын алатын болсақ, қарапайым заттар экономикасы деген бағдарлама ол жерде енді 10 миллиард теңгеге дейін суммаларды алуға болады. Кіші суммадан бастап, ол жердегі пайыздық мөлшерлемесі 6%, бірақ ең басты мақсаты импортты алмастыру. Мәселен, біз күнделікті күніміздегі жейтін тамағымыз, киетін киіміміз, қолданатын қарапайым заттардың бәрі импорт қой. Соның бәрін алмастыру мақсатында жаңа өндірісті бастау үшін қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы бар. Екіншіден, әрине бұл жерде бұл шектеу жоқ. Жастар да, жұмыс істеп тұрған үлкен кәсіпкерлер де бәрі қатыса алады. Бұл үлкен өндірісті, көбінесе үлкен өндіріске кірем, немесе үлкен кіші өндіріске кірем деген импортты алмастырам деген бағытта осы бағдарламаны қолданады. Егер бизнестің жол картасы екіншісі туралы айтып жатырмын, ол жерде де қазір біраз өзгерістер енгізілді. Ол жерде салалық шектеулердің бәрі алып тастады. Оны алдында алып қарайтын болсақ, 2019 жылдары
осы 20 жылға дейін салалық шектеулер бар еді. Тек қана приоритетті салалар деген. Қазір приоритетті салалар жоқ, тіпті қызмет саласы, сауда саласы бәрі жас кәсіпкер, үлкен кәсіпкер бәрі жүгіне алды. Ол жерде де пайыздық мөлшерлемесі 6%. Бұл екіншісі, үшіншісі мен бағана айтып өткендей еңбек бағдарламасы. Еңбек бағдарламасының екіге бөлінеді. Біріншісі грант алу мүмкіндігі бар, екіншісі несие, жеңілдетілген несие. Ол да 6%-ға, бірақ сомасы шектеулі 22 миллион теңгеге дейін бастапқы стартаптарға. Егер ақша жетпесе, ол жерде гарантия алуға да мүмкіндік бар. 85%-ға дейін, кепілдігі жетпесе, 85%-ға дейін стартаптарға, жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлер 50%-ға дейін кепілдік алуға мүмкіндік бар. Бұл үшеуін айтып біттік. Енді тағы да қандай жастарға мүмкіндік бар деп отырсыз. Біздің қаламызда 19 жылы әкімшіліктің СПК әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы операторға қойған әкімшіліктің бастамасы бар, жергілікті бағдарлама «Мен кәсіпкер болам» деген. Бұның бастапқы мақсаты жас кәсіпкерлер мен әйел кәсіпкерлерді кәсіпкерлікпен ынталандыру. Ол жердегі 1%-бен, бұл ең жастарға қызығушылық тудыратын жобалардың бірі болуы мүмкін. Бұл мақсатта енді 400 миллион теңге бөлінген. Қазіргі бұл былтырғы жылғы сомасы азайып игерілу уже үстінде. 3 банк оның операторлығын алды. Халық банк, Альфа банк және Форта банк, қателеспесем, осы 3 банк арқылы игеріліп жатыр. Енді бұл жылы 21 жыл тағы қосымша 1 миллиард теңге бөлу жоспарланып отыр. Енді мен қазір қаржыландыру жағын ғана айтып өттім, бірақ бағана айтқандай қаржыландырудан бөлек бір аренда немесе мекен талаптарды бар. Бір кішігірім қызмет сауда саласымен айналысатын болса, общепитпен айналысатын болса, бір локация керек кәсіпкерлердің бәріне. Сондықтан бұл «Мен кәсіпкер болам» бағдарламасы аясында 1000 сауда нүктесі деген жергілікті әкімшіліктің бастамасы бар. Енді қазіргі таңда 1000 сауда нүктесі берілді деп айтамайын, бірақ уақытысымен конкурсқа шығып жатқан 20-30-40 сауда нүктелері конкурс арқасында жас кәсіпкерлерге таратылып жатыр. Оның ішінде енді общепит бар, фастфуд, әртүрлі қызмет саласы бар. Сондықтан осы бағдарламалар. Бұған қосымша тағы да мен бір кішігірім инсайт деп айтайын. Осы жылы біз атамекен болып, әкімшілікпен қоса өзіміз микроқаржы ұйымын құрып жатырмыз. Бұл микроқаржы ұйымының арқасында жеңілдетілген несиелер болады. Жалпы сомасы 1,5 миллиард теңге бірінші жылға. Бұның басты мақсаты бизнес бастау компонентін бітірген талап жағда ізденушілерге, соларға ұсынатын боламыз. Жалпы біз қазір 1,8 миллиард теңге потребностіміз бар. Несие бересіз басында 1,8? Несие беретін боламыз. Бұл әрине мемлекеттің фондированиемен келген ақша, сол ертең қайтарылу керек. Сондықтан әрине кепілдік алу. Бірақ енді бұның артықшылығы не деп сұрайсыз ғой? Қазір біз зерттеу жүргізген барысында неліктен біз микроқаржы ұйымына кіріп жатырмыз? Банктер бар ғой деп көп сұрайды. Әрине банктер бар, бірақ кіші микробизнес банктермен жұмыс істеуге әлі компетенциясы жеткіліксіз. Банкілердің, екінші деңгейлі банктердің өздерінің риск менеджменті бар. Олар кепілдік сұрайды. Мысалы, ешқашан бизнеспен айналыспаған кәсіпкер рискі жоғары болып санайды. 3-4 жерден кепілдік сұрағандықтан ол кәсіпкер айтады, онда мен ақшам болса, мен банксыз-ақ жұмыс істей беретін едім ғой деп. Сондықтан ол бағдарлама бар ма қазір? Ол бағдарлама жоқ, ол іске асып келе жатыр. Қазір біз микроқаржы ұйымын құрып лицензия алу үстіндеміз. Осы жылдың ортасына қарай фондирование қарастырылып жатыр. АКК-ның республикалық деңгейден түсетін ақша. Бұл тек қана Шымкент қаласы емес, жалпы бүкіл Қазақстандағы атамекендер, жергілікті атқарушы органдармен. Сондықтан мен сізге бағана енді резюмесін жасайын. Қарапайым заттар экономикасын айттым, бизнестің жол картасын айттым, еңбек бағдарламасын айттым. Оның ішіндегі 5 миллиондық теңгелік гранттар бар. Еңбек пен бизнес бастау бір не ретінде қарастырып жатырмын. Енді мен кәсіпкер болам деген 5-ші бағдарлама және МФО ашсақ 6 бағдарлама бар. Сондықтан мен біздің Шымкент қаласының жастары өте белсенді. Мен соның бәрін қатысуына шақырамын. Нұреке, мынау бағана соңғы бағдарламаңызда қанша сумаға дейін беріледі? Соны айтып өтсеңіз. Бұл жердегі жалпы сумасы 20 миллион теңгеге дейін 6%. Дейін біздің оқырмандар алады. Иә, әрине, бірақ әрине 20 миллион теңгеге жобаны дәлелдеу керек. Нақты қандай сомалар қай жаққа кетеді, айналым капиталына, инвестиция қанша кетеді. Сонымен қатар мен тағы да айтқым келеді, бұл кредит, бұл мемлекеттің ақшасы, ертең бұны алған азамат қайтару мәжбүр болады. Иә, бірақ қарастыру, кепілдендіру саясаты банкілерге қарағанда жеңілдетілген, бірақ дегенмен де біз атамекен ашып жатқан ұйымның ол өзінің кепілдігін қою керек болады ізденуші азаматтар.
өз үйін немесе иә әрине, немесе бір таныс ағайын туыстарының гарант болып оған выступать ету керек, немесе мемлекеттің гарантиясын алу мүмкіндігі бар. Пайызы 6%. 6%-бен беріледі. Өте жақсы. Жалпы ол бағдарлама осы жақын арада бола ма сонда? Осы жылға біз қазір микроқаржы ұйымын құрып жатырмыз, әкімшілікпен бірлесе. Оның лицензиясын алып тіркеуі бар. Сонымен қатар жалпы мамыр айдың соңына қарай біз фондированияны ақшаны күтіп жатырмыз. Жалпы Нұреке, мынау көптеген Атамекенге байланысты біздің оқырмандардың сұрауы бойынша жобалық кеңсе бойынша бағдарламаны сұрап жатыр. Осы жобалық кеңсе деген не ол? Рахмет, өте жақсы сұрақ. Жобалық кеңсе біріншіден 19 жылдың ақпан айында іске асқан. Бұл жалпы премьер-министріміздің қаулысымен іске асқан бір коллективті орган. Жалпы қарапайым заттар экономикасы деген бағдарламаға арналған. Бұның екі бағыты бар. Бірінші бағыты жаңа инициативаларды, жобаларды импортты алмастыру үшін қолдау. Енді қолдау деген сөз әртүрлі түсінілуі мүмкін, бірақ біз толығымен кез келген қолдаудың түрін айтып отырмыз. Жермен қамтамасыз ету, инфрақұрылыммен қамтамасыз ету, қаржы керек болса қаржымен қамтамасыз ету. Оның әр ізденушінің мүмкіндігіне байланысты біз әртүрлі мемлекеттік бағдарламалар құрастырып, оны ары қарай сүйемелдеу, нақты жол картасы. Енді бұл жобалық кеңсені бір ғана мекеме жүргізбейді. Біз Атамекен ретінде бұл секретариатпыз. Жергілікті деңгей болсын, республикалық деңгей болсын. Республикалық деңгейде премьер-министрмен басқарылады. Жергілікті деңгейде әкімнің орынбасары, кәсіпкерлікті қадағалайтын. Біз Атамекен оның сопредседатель и секретариат ретінде. Бұл бірінші бағдарламасы. Жаңа бастамаларын бәрін сүйемелдеу. Екінші бағдарламасы жергілікті қамту дейді қазір. Мысалы, мемлекеттік органдар миллиардтаған ақшаға сатып алуы бар жыл сайын. Қазір енді тек қана Шымкент қаласының былтырғы жылы 256 миллиард теңге сатып алу болды. Биыл екі есе өсті, 460 миллиард теңгеден астам. Тек қана Шымкент қаласының әкімшілігі, оның басқармалары, подведомственный мекемелердің бәрі сатып алу бар. Енді өзіңіз ойлаңыз, өте үлкен нарық. Бұл өте үлкен нарықты біз импортқа жіберіп жатырмыз, сыртқа. Кез келген кеңсе қағаз болсын, ручке болсын, киетін киіміміз болсын, жейтін тағамыз болсын, қолданатын заттың бәрі импорт. Бұл ақшаны сырттан бұл затты сатып алып, мемлекеттік органға бер, оның ақшасын қайттан сыртқа шығарып салатын. Сондықтан бұл өте үлкен ниша болғандықтан қарапайым заттар экономикасының жобалық кеңсесі жалпы осы ақшаны іште қалдыру, бір тараптан жаңа жобаларды ынталандыру, екінші тараптан шыққан заттарды дереу осы мемлекет сатып алуларымен қолдау. Мен тағы да қосып айтатын мәселе, қазіргі таңда бұл жобалық кеңсенің мандаты кеңейді. Тек қана қарапайым заттар экономикасы емес, бизнестің жол картасы, еңбек бағдарламасы. Сіз қазір кез келген бастамаңыз, телефонның чехолын шығаратын болсаңыз да, мемлекет сатып алатын болса, біз міндетті түрде бұны сізден ғана алдырамыз. Сол үшін бұл жұмыстың аясында біз проектный сметный документациясына шейін кіреміз. Егер сіздің затыңыз бола тұра ол мемлекеттік орган сырттан алып жатса, біз оны барып, оны бір әкімшілік шара көруге шейін алып барып, оны келесі рет ондай қайталанбайтындығын жеткіземіз. Жыл сайын біздің өзіміздің керекті KPI-іміз бар. Керемет, Нұреке, жалпы мынау мемлекет тарапы деп отырсыз, қайта-қайта мемлекет тарапын айтасыз. Яғни көптеген мына біздің оқырмандар осы мемлекет тарапына байланысты, яғни тендер, госзакуп. Осы тендер бойынша, яғни Атамекеннің қандай қатысы бар, қатысы жоқ, өзіңіз туралы түсіндіріңіз. Жаңа жобалық кеңсеміздің екі бағыты, осы қарапайым тілде тендер деп үйренішті болып кеткен сөзде, бұл тендер деген мемлекеттік сатып алулар. Бұл тендерлерге көптеген азаматтар қатысады, миллиардтаған суммалар бөлінеді. Енді бұл жерде өзіңіз айтып отырсыз ғой, бұл жас кәсіпкер, үлкен кәсіпкер болсын, құрылыс саласы, поставка саласына бәрі қатысады, бірақ бұның әрине қазіргі мемлекеттің саясаты кез келген кәсіпкерге емес, оның ішіндегі отандық кәсіпкерлерге ғана беру жұмысы жүріп келе жатыр. Бұны нақты қадағалаушы орган біз Атамекен секретариат болып, біз ай сайын әкімшілік әр айда не сатып алып жатқан мәліметтерін бәрін аламыз. Міндетті түрде ол міндет жасалған. Біз оны алып қадағалаймыз. Мәселен, мен айтайын, өткен айда кейбір мекемелер мемлекеттік, білім саласына немесе әлеуметтік салаға қатысты, денсаулық сақтау қатысты салалардағы мекемелер, больницалар әлде де жуғыш әдіс құралдар бар ғой, химия саласындағы МИФ, Ариэль деген шетелдің заттарын қояды. Біз қазіргі таңда дейін Қазақстан, Шымкент қаласы болып өзіміз шығарамыз. Әрине бұл оның сапасы ондай жоғары болмауы мүмкін, бірақ баға жағынан оған сәйкес. Сондықтан біз мемлекет бола отыра
бұны неге қолдамасқа, бұны қолдау керек. Сол кезде ол ары қарай өзінің жұмысын дөңгелете алады, саудасы болады, салық төлейді, ары қарай кеңейтуге өзінің мүмкіндігі туады. Енді мен бір беретін кеңесім бар. Әрине тендер деген біз уже 20 жыл бойы бәрімізде ойымызға сіңіп қалған жақсы бір не. Көптеген азаматтар бұл сәтті кәсіпкер болып кеткен түрде бар. Бірақ осымен айналысам деген жастарға мен бір ұсынысым, бір кеңесім бар. Қазіргі таңда мемлекеттің саясаты жергілікті қамту болып келе жатқандықтан көптеген заттарды біз өзіміз Шымкент қаласында шығарамыз. Шымкент қаласында құрылыс заттарын 90%-ден астамын өзіміз шығарамыз. Біз Қазақстан бойынша фармацевтика, жеңіл өнеркәсіп бойынша бірінші деңгейдеміз. Бізде шығарылмайтын зат болса, Алматы, басқа өңірлер шығатын бар. Осы жас кәсіпкерлер саудамен айналысам деген осының дистрибьюторствосын алып тендерге қатысса, ол жерде жеңімпаз болу ықтимал өте жоғары, және бұған біздің атамекен болсын, мемлекеттік жергілікті атқарушы органдар болсын, бәрі қолдауын көрсетеді. Бұның дәлелі ретінде әр тауар өндіруші өз STKZ деген сертификатын алады. Бұл STKZ деген сертификатта импорттық заттың қасында артықшылығы жоғары болып, оның тендерде ұту несі ықтималын жоғарылатады. Сондықтан тендермен айналсам, осы жолды таңдаймын деген жастар бар болатын болса, тек қана жергілікті отанды өніммен жеңімпаз болу ықтималы жоғары. Рахмет Нұреке, көп. Мынау біздің жастар, оқырмандар сұрап жатады. Неден бастаймын, қалай бастаймын деген сияқты керемет инсайттар айтып жатсыз бағанағы. Сол себепті құлақтарыңызға алтын сырға жастар. Тәке, мен тағы бір ұсыныс айтқым келеді. Енді қазір біз қамтымаған сұрақтар болуы мүмкін. Бұл қай жерден сұрай аламыз? Бізде біріншіден 14-32 деген колл-центріміз бар, тәулік бойы жұмыс істейді, республика бойынша, Шымкент қаласы бойынша звондасаңыз болады. Бұдан бөлек Ерімбеті 304Г дегенде бизнеске арналған үкімет деген мына жақта аштық әкімшілікпен бір терезе қағидатымен келіп бүкіл сауалнама сұрақтарыңызды қойып, немен бастасам, кейбір кезде бізге мынандай сұрақтармен келеді. Қандай бизнеспен айналысуға болады? Біз идея түрінде де көмектесеміз. Біз жалпы мынандай анализ жасадық. Жалпы Қазақстанның мемлекеттік сатулары ол бір бөлек. Жекеменшік секторын алып қарайтын болсақ, 18 миллиард теңге импорт алынады деген. Ашин мен құрал жабдық, қорап, ашин бір кішігірім скрепка, крепеждер бір жылда тек қана Шымкент қаласында оның бәрін алып жатқан жоқпыз. Тек қана мен сізге айтайын, 70 ірі кәсіпорындарды алып қарайтын болсақ, олар өздері тауар өндіруші, бірақ дегенмен де 18 миллиардқа импорт алады деген. Сондықтан бұның бәрі біз идея түрінде бөлісуге дайынбыз. Біздің колл-центрімізге хабарласыңыздар, бизнеске арналған үкіметке жүгінсеңіздер. Мен әрқашан есігім ашық, сондықтан инициативасы бар жастарды біз әрқашан күтіп, оларға сүйемелдеме жасаймыз. Достар, көпшілік негізі сұрап жатады, кәсіпті қалай бастаймын, қай жаққа барамын, неден бастаймын деген сияқты. Сол себепті осы YouTube канал ашқан мақсаттардың бірі осы, яғни осындай кісілермен танысып, сіздерге осындай пайдалы контенттерді берейік деп. Сол себепті бағана Нұрекең айтқанда, егер де кәсіпті қалай ашам, неден ашуды білмей жатсаңыз, немесе бір сауалдамалар керек болып жатса, кәсіпке байланысты осы Атамекен палатасына келсеңіздер, осы кісілер барлығы сіздерге көмектеседі. Нұреке, тағы да көп рахмет. Рахмет сізге де. Формат өте пайдалы болды деп ойлаймын. Біздің жастарға осы еліміздің дамуына көптеген ықпалыңыз тигізбас. Көп рахмет. Мен осы бағдарламаны қолдана отыра сізге де рахмет айтқым келеді. Тұран бауырым, осы біздің жас болғанына қарамастан бас болып, өзінің тәжірибесінде кәсіпкер қалай болу керек екенін, жұмыс мемлекеттен күтпей, өзім жұмыс орнын ашам деп қалған осындай бастамаларға өзіне де алғыс айтам. Сондықтан өсіп, өніп, ары қарай басқа жастарға үлгі болып жүре беруіңізге тілектеспін. Рахмет.